осы көкеңмен жаңа кім қайда Гаухар жеңгем қайда Гаухар жеңгем бір шапалақ соқып қойшы осы кісілерге шапалақ келіңдер қайда Максим әйелдер қайда кеш жаным екеуің шаштарыңды не қылған алтын жасап берген ба не жаным күшті екен ролтын шаш десең ойлайды екен мен айтамын апа жақсылықтың бәрін кімнен көресіз айтыңызшы келіннен көресіз қай келін қолыңызда тұрады Гаухар бөлек шықпай ма? Шықпайды. Вообще шықпайды, Вообще шықпайды. Соны сұрап берсінші деген бағана. Вообще шықпайды бұл. Мына кісі бөлек тұратын көрініп тұр, прям беті свежий сондай ше. Күшті. Әйтеуір күшті болып тұр, әйтеуір Аллаға шүкір. Енді құрметті қонақтар, мына кісі нағыз бай ана деп айтуға болады. Қазақта жақсы сөз бар. Тек кетсе ренжімеңіздер. Ата-анаң тірі кезінде тауық сойып бере алмасаң, өлгеннен кейін жылқы союдың қажеті жоқ дейді ағайындар. Ата-ананың разылығы, Алланың разылығы. Алланың разылығына ие болып отқан осындай ұл қыздарға қошемет айтайықшы осы кезде. Сосын Хамит, неге әлімжетті көрсетіп жатсың бізге? Панделік не деді сізге? Панделік не деді айтыңыз? Бізде жалпы төркіндету деген ортасында рәсім бар еді, соны қазір өткізіп жіберсек деп шешкенбіз. Жаңа өздерің басқара берсіңдер шында. Біз көбеген екеуміз бір пейбіш шығай. Ол басқа, ол басқа. Көпіне ол жерде жоқсың сен. Рахмет, төркіндетуін қазір істеу керек па? Үй жақта көйлекпен шыққан. Рахмет, тура осы қазір істеу керек болсын ба? Тура қазір істеу керек па? Болды, оған көбеген не қатысы бар? Бәрі. Болды онда біз давайте жасайық. Қалай? Молодец, күшті билейді екенсің, молодец, әкесен. Молодец, рахмет. Жөнге саңыз. Жарайды. Кімге микрофон беремін? Панделікке? Мамаға береміз бе? Мама, келіңіз. Соны төркіндетеміз ба? Кәдімгі халықтың көзінше. Соны төркіндету деген рәсім қалай болсын? Кет бар, не алып келдің деп. Отырған қауым мына үлкен қызыма кольцо тәрегендерін алып берді. Бриллиантовый кольцо үлкен. Стоп! Мына дәстүрлі баты құрметті аға ренжімеңіздерші бір өзімді кішкене бір ақымақтау сезініп тұр. Біздің Қарағандыда жоқ қой мына дүние. Бұл не деген сөз? Біздің қазақта неге білмейсіз, өзің қазақсыз? Біздің қай дәстүрдегі қыздың еншісі деген бар. Жаңыз адайда емес, бұрынғы қазақтың дәстүрлері. Білем ғой мен неде өскенмін, Швейцарияда. Алтын, сол, мен түсіндім. Әдемі шешем ұмыт кеткен жоқ па деп мына қызға айтып тұр ғой челесінен. Сол қай бір дәстүр дейсің, сол алтын алу керек болып тұрды мен. Алтын аферист оны, понимаю. Алтынға алтын российский сақина. Рахмет. Екінші қызға тура сондай. Вторникқа алтын российский сақина. Гаухарға енесінің атынан норковый трико. Екінші келінге жинаски десе көрші. Көбенге майка тұрсымен саған. Үшінші өздеп сендер шақырғанға кесіңші. Рахмет. Ой, бәрекел, рахмет. Машалла, күшті екен. Бетіне сүйсен шақырған. Үшінші, төртінші кім? Енді мына төртінші кенжетай қызым мама сепішке алып бересің деді, оған сепішке алдым. Төртінші қыз сепішке алып бересің деді ма? Кенжетай. Ысырап болып. Біреудің семьясына кірісіп тұрсың ба? Ысырап, айтшы көбеген, айтшы. Көбеген біледі. Перегарсасып айтып. Мен сізге айтам қайта, 4 қызыңыз болған жақсы ғой. Бәрі ұл болса перегарса жүретін еді қазір. Сол көптілеу басыл деші шо. Неге осы қыз жек көресіз ба? Негізі ұзақ не қалсы ба? Ең жақсы көретін? Панделік мен вторик кім жақсы көретін шын? Енді менің ең бірінші немерем үлкен баламның қызын 3 жылдықты ақтауға ұзатып едім. Сол қыздың өзім асырап, бірінші немерем соңында өзім төркіндетейін деп о қызға да сепішке алдым. Сымбат кел. Рахмет. Түсіндің нағызға өттің ғой? Сағат сайын,
Немереңіз ба? Бұл пандектің қызы ма? Көбегеннің қызы. Иши балаңыз ба, құдай берген? Алтау. Ей, машалла, жатпай. Молодец. Көбегеннің қызы осындай ма уже? Машалла. Нешінші жыл сонда көбеген? 79? Іші қысылмайды негіз. 69 сияқты десең ал. Сонда бұл қыздар ұзатылды, е? Не важно, жарайды. Мына үш күйеу балама да бір кішігірім бір подаркым береді. Енді қыздарға береді, маған бізге бермеді десе, үш күйеу балама да бере салайын. Бере салайық деген қалай? Үш күйеу балаға көбегеннің ескі киімдері. Мынасы күйеу балаңыз ба? Не болып кетті вообще? Құрдастар ма? Ал? Пандектің күйеуі ма? Вкусы может екен. Рахмет, ой. Вториктің күйеуі келатыр ғой. Күйеу балаң неғып шыншынап жүрді әрі? Қалайсыздар, амансыздар, қош келіпсіздер. Қалайсыздар, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ой, жандарым-ай. Вице Николь Маргулова қош келіпсіздер. Сонда қыздарыңызға алдын беріп, үшеуіне әшейін беретін беретін. Ну ладно енді. Кімге береміз так? Тағы не береміз? Бір жинаске беріп. Ал мен құрметті қонақтар, ескі қазақи дәстүрді мамамыз бізге ата-бабамыз осылай қысы құрмет көрсетіп жатыр екен. Сайын деп төркіндеткен ақта, сол мамамыздың семьясында бізде беретінімізді беріп, төркіндетіп, сол семьяның үшін төркіндеткіміз келіп тұр. Осы жерде ұмытып қалғанда мен де беріп тастайын деп тұрмын да. Бұл жерде әрқайсымыз, әр қызымыздың анамызға арналған алтын өздерім алтауымыздың атымыздан алтындарымыз бар. Және сол мамамның екі ұл, екі келініне осы 4 қыздың атынан подаркымыз тағы бар. Бірінші мен понедельник беріп olsun. Төрт қыздың атынан мамамызға путевка. Сирияға біз, Еще Гаухар екен қошымыз, Қолына Гаухарын автомат берсем. Мамамға дейін бәжді. Қалай саған? Сіздің ақшаңыз қалды ғой бәрібір, Сіз машина вкусыңыз мықты екен аға, рес. Қалай әппағым болады, прикол ұстамасыш? Қолына алтын білезік, жарқырап жүрсін деп. А сонда білезік оны жарқырамай ма не? Сен де білсеңші, не берді? Бірге емес, қаншадан қосыңдар? Қаншадан қосыңдар? 1 миллионға алғасын 250-ден бақ қосын. Четверг береді, четверг. Көбеген әйелі ғой. Кеңзер. Тос айтсын. Пиваның крышкасы десе. Едіміз міне, үлкен анамыздың 70 жас тойы. Құтты болсын. Рахмет баслаңызға, жасына жас қосылып, алдыңызда жүре берсін. Немені шөберелердің қызықтарын көріп. Баслаңызға рахмет. Берген сен неге бұл күйеуінен бұрысы? Көбеген сен өзің еркексің ғой сен. Еңсенді көтерсең көбеген несің ғой бұл? Көбеген, еңсенді кім еркек? Мен. Қатырақ. Мен. Қатырақ айт. Мен. Мен емес. Еңсенді көтер көбеген. Еңсенді көтер. Кім еркек? Мен. Нақсыға айты мен еркекім деп. Мен еркек. Нақсыға қарап айт деймін. Мен еркек. Мен шешем. Мен шешем. Шешеден боқтама, просто шешем дейсің. Еңсенді көтер. Неғып қолын дірдірек жатыр сен. Так, осылай дұқпен үйге жеткенше. Ойбай, жаным, бір елканы украшать етіп жатқандай етіп. Жақсы. Так, среда берді, четверг берді ма? Четверг берді. Так, енді кім қалды? Пятница берді ма не? Не берді пятница? Пятница кафе тулап бұл төледі ма не? Даму гүлбану, бала жоқ. Молодцы, молодцы. Максиге бірдеңе бересіздер ма? Бірдеңе дәмет тұр ғой. Түймесі шалынады екен үшін.
Ой, айтсаңызшы бірдеңе әдепті. Кімге берейін жатсыңдар? Немене бір-біріңе не істеп кеттіңдер осы? Сендер өздерің тамақ ішіп қайда беріңдер? Навестан киім алып жатырмыз. Қаншадан алып жатыр да кәдімгідей? Бір-біріңе подарка бересіңдер ма? Жаңа жылда подарка бермеген ғой. Сол енді берейін деп жатыр. Болды ма? Кім? Новый годтар? Болды, фотоға түсейік. Көбейген? Душқа түсейік, кел фотоға түсейік. Фотоға түсейік. Сен явно көбейген баласы дейсің ғой сен. Сол баласың ба? Не Не айттың ол? Хамет, сіз ұялсаңызшы, и так бойыңыз кішкене отырғаныңыз ба? Хамет, егер дәрет албасыңдар ма? Сразу тұршы адам. Жоқ, әрқайсысы әйелдердің қасында бір тұрсын да, әйелдердің қасында тұрсын. Мына күйеуі қашып пісіп айтыр. Так, кім бар? Так, именно бала шаға. Ал, давай, фотоға түсін. Сосын бой кішкентайыңдар алға шықсын. Олар тоқтай жаратты ғой кейін. Давай. Екеуіңдікі біреудікі, тегін біреудікі платный ма? Сенікі платный сақтырайын? Тегін ба? Болды, Ахмет, ал, бір шапла.